Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қаңтардың 28-і. Сабақтың тақырыбы музейдегі көне заттар. Предметы древности в музее. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 26-шы бет, 26-я страница. Көне заттар. Предметы древности. Көне заттар. Предметы древности. Құмыра, кувшин или ваза. Құмыра, кувшин или ваза. Ыдыстар, посуды. Посуда. Ыдыс, посуда. 26-шы бет. Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Алтын адам. Золотой человек. Алтын адам. Золотой человек – экспонат, который находится в Центральном музее. 27-ші бетті ашамыз. Екінші тапсырма. Мәтінмен жұмыс, оқылым. Открыли 27-ю страницу. Нашли второе тапсырма. Читаем текст и отвечаем на вопросы. Мен сабақтан соң сынып достарымен бірге орталық музейге бардым. Я после школы, после уроков пошел со своими одноклассниками вместе в Центральный музей. Гид бізге экспонаттар туралы айтты. Гид нам рассказал про экспонаты. Музейде құмыра, кесе және тағы басқа көне заттар көп. В музее много кувшин, пиала, пиалки и другие предметы древности. Аннельге көне домбра ұнады. Аннеле понравилась старинная домбра. Маған алтын адам ұнады. Мне понравился золотой человек. Әлібек сыныптас достарымен бірге қайда барды? Әлібек сыныптас достарымен орталық музейге барды. Олар музейде не көрді? Олар музейде құмыра, кесе және тағы басқа көне заттар